қақтығыстан салиқалы шығудың жолдары. Сізді таптап кетті делік. Қалай жауап береміз? Егер үндемей қалсақ, я деп мойындағанымыздың дәлелі болады. Я, сіздің айтып отырғаныңыз дұрыс, мен сондаймын дегендей. Жоқ. Еш уақытта біз кінәсіз нәрсені мойындай алмаймыз. Мысалы, менде де болған дүние. Бір үлкен кісі маған өте ауыр сөздер айтты. Басқа қасындағы адамдар тоқтатып жатыр. Қойыңыз, сіз олай жасамаңыз деп. Сонда менің әрекетім қандай болады? Біз әуелі анықтап аламыз. Адам адекватты ма, бейадекватты ма? Бейадекватты болса, мүлдем үндемейміз ол жағдайда. Тек игнор. Ал егер адекватты адам болатын болса, онда оны бір күлкіге, юморға айналдырып жібереміз. Бір комплимент айтқандай юморға айналдырамыз. Жоқ, әжені тоқтатпаңыздар. Апа, айта беріңіз, мен қазір керемет кітап жазып жатыр едім. Тура осындай кейіпкерге келіп тоқтадым. Ары қарай не жазатынды ойланып жүр едім, сіз маған керемет материал дайындап беріп отырсыз. Тоқтатпаңыздар, апа, тағы да айтыңызшы, деген секілді. Жаман нәрсе айтқан жоқсыз, қарап отырсаңыз. Кітабыңе жазатын керемет кейіпкерсіз деп сіз оған мәртебе беріп отырсыз. Бірақ ақылыңызбенен орнына қойып отырсыз. Осындай қандай да тағы да варианттарыңыз бар. Төменге жазып өтіңіз.